Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Миғраждағы түрлі оқиғаларды, түрлі жан ұшырар кейіпкерді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрді. Ма казабал фуаду ма ра'a дейме аятта Алла Тағала жүрек көрген нәрсесін расын не дейді, өтірікке шығармады дейді. Көрген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалай бар солай айтты дейді. Аяттарда Нәжм сүресін оқысаңыздар, кәдімгідей түсінікті болып қалады Миғраж оқиғасы. Бұл оқиға қас қағым сәтте. Сондықтан Раббымыз Алла Құранда Исра сүресінде وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ дейді. Қарасаңшы, қандай осындай болатын білді ғой, адамдардың осылай қалай ол деп айтатын білді Алла Тағала. Сөйтті де айтты. Ақиқатында біз Миғраж түні өзіңе көрсеткен ғажайып бір ғаламат көріністі сол сияқты дейді. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَ Құранда лағнеттелген ағашты не істедік дейді? Сынақ үшін түсірген едік дейді. Адамдардың жүректерін тексеру үшін бұл осы оқиғаны біз сынақ қылған едік дейді адамдарға. Көрдіңіздер ме? Енді ойлау мүмкін ғой. Қалай ол бір сәтте барып келді деген сияқты. Аллаға бұл уақыт деген нәрсе Алланың жаратқан нәрсесі. Мына жерде барлығымызға берілген 24 сағат уақыт бар. Бірақ Құдай Тағала біреулердің уақытына берекет беріп қойған, біреулердікінен оны алып қойған. Көрдіңіздер ме? Барлығы осындай өмір сүріп жатыр. 24 сағат, біреу 28-27 сағатта өмір сүріп жатқан жоқ. Барлығы өмір сүріп жатыр, бірақ біреулерге Алла берекетті беріп қойған, біреулерден алып қойған. Біреулер керемет пайдаланады уақыттарын, біреулер білмейді қалай жұмсайтын өзінің уақытын. Көрдіңіз ба? Сондай ғой, уақыттың, биліктің иесі бұл Алла болғандықтан, Алла қалаған пендесіне қалаған уақыттан істете алады, тоқтата алады. Міне осы сәтте Алла Тағала керемет айтқан ғой мына аятта. Бұл аят шынайы жүрегіне иманы бар мұсылмандарға үлкен не сыйлайды? Жұбаныш сыйлайтын аят. Біз дейді, Миғраж түні өзіңе көрсеткен ғажайып көріністі және Құрандағы лағнеттелген ағашты дейді. Құрандағы лағнеттелген ағаш деген не ол? Заққум деген ағаш. Оғанда қалай ол деп айтады деген адамдар. Қалай ол Құранда тозақта ағаш бар дейді. Білесіздер ме? Жантақ сияқты дейді. Тістеген кезде не істейді? Еріндерін қанатып жібереді дейді. Бірақ жемейін десе басқа жейтін нәрсе жоқ дейді. Ана зинақорларды айтқанда айттық қой өткенде, ішейін десе басқа ішетін нәрсе жоқ, амал жоқ, бірінікінен бірін аққандығын ішеді дейді. Астыңғы мүшелерінен. Сондай нәрседе бұл адамдарға үлкен сынақ болып жатыр дейді, көтере алмай жатыр дейді. Бірақ Алла Тағала айтады: "Ванухауифухум фама язидухум илля туғянан кабира." Біз адамдарды қорқытып та жатырмыз, ескертіп те жатырмыз. Алайда оларды біздің қорқытуымыз, ескертуіміз одан сайын тәкаппарландырып не істеп жатыр? Азғындыққа ғана түсіріп жатыр дейді. Көрдіңіз ба? Мәсаған деген сияқты ешіріп қарама-қарсы істеп жатыр әрекетті дейді Алла Тағала. Міне сол осы Исра Миғраж оқиғасында Алла Тағала әдейі осы аяттар түсірген. Енді барғаны, көргені, біздегі сұрақтарға жауап беретін осы ғой бізде үлкен дәлел. Сендер неге барып келген сияқты айтасыңдар деген адамдарға. Барып келген адамды оқығаннан кейін айтамыз, сен сияқты сауатсыз емеспіз біз. Оқығанбыз. Оқымасақ егер не істегенбіз? Естігенбіз және оған бойұсынып иман келтіргенбіз. Міне, біздің арамыздағы ең үлкен нәрсе иман, бақыт. Олар да өмір сүріп, біз ішкен нәрсені жеп, жеген нәрсені жеп, олар да ақша тауып, бала шағаларын асырап жатыр. Біз де сондай. Бәріміз бірдей осылай өмір сүріп жатырмыз қоғамда. Мүмкін біреудің мансабы бірдеңесі айырар, байлығы деген сияқты. Бірақ барлығымызға сол бір ағыс кетіп бара жатқан. Айырмашылық арамызда. Біз сенеміз, иман келтіреміз. Өйткені аяттарда, Құранда келіп жатыр бұл. Ғалымдар бір Миғраж оқиғасын теріске шығарған адамдардың біраз топтарға бөліп тастаған. Оларды бидағатшы деп те айтқан, оларды кейбіреулер діннен шығаруға дейін апарған. Өйткені аятты теріске шығарғандық үшін дейді Құранның. Бұл тек қана хадис болса екен дейді да, ол пасық болып қала салатын. Жоқ, бұл аят кәдімгідей. 2 сүре түсіп тұр осы оқиғаға байланысты. 114 сүренің 2 сүресі осы оқиғаға арналып жатыр. Исрасы бар, Нәжм бар, 2 сүре. Міне сондықтан біз бен олардың арасындағы үлкен айырмашылық не екен? Біз иман келдік. Көкірек көз бар ғой бізде, Аллаға шүкір. Олардікін жауып қойып жатыр. Неге? Олар тәкаппарланып жатыр өйткені. Болды. Олардікінде Алла ашар еді, егер олар басса ішіндегі қыңырлықтарын басса егерде. Көрдіңіз бе? Қыңырлық бұл, сол Абу Жахилді құртқан қыңырлық,
Ас ибн Уайльді құртқан қыңырлық, Уалидті құртқан қыңырлық, сол қыңырлық ол қайталана береді осылай. Ана адамдар просто кейіпкерлер ғой. Тарих өзін қайталай береді осылай бір-бірін соң. Көрдіңіз ба? Сондықтан Алла Тағала бізге иман бергеніне мыңда бір шүкір. Мына оқиғаның барлығына біз иман келтіреміз. Барып келді ма деген адамдарға міне барып келді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жаңағы енді ауру барлар ғой, жүрегінде дерті барлар. Түсінде көрді дейді. Түсінде дейтін болсақ, түсінде дейді. Құдай өтірікші болып қалды онда. Алла Тағала өтірікші болып қалды онда. Қалай өтірікші болып қалды? Субханаллази асра би абдихи деп жатыр ғой. Абд деген сөздің астын сызып қойып, құл деп жатыр. Адам яғни. Кім ол адам? Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям адам. Сол адам неден тұрады? Адам жаннан тәннен тұрады. Түс болатын болса ол деген басқа бір келесі әлем ғой, ол басқа нәрсе. Мына жерде жаны мен тәні мен Меккеден Ал-Ақсаға апарған деп жатыр ғой, қарасаңызшы. Қалай бар, солай болмысымен көтерген Құдай Тағала қалай бар жаңағыларға жауап беріп жатырмыз ғой енді. Енді аяттан дәлел келтіріп жатыр ғой, енді жақсы хадиске сенбейсің ба? Аят тұр ғой мына жерде. Пенде қылып, пенде осылай барымен Алла Тағала апарып әкелді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды. Күмән бар ма біреуде? Жоқ. Альхамдулилля. Алла Тағала біздің көкірегімізді иман келтіретін қылып ашып қойған. Құдайға шүкір. Бұл нығмет қой, білесіз ба? Өйткені анау да сізден мықты негізі былайша. Бірақ сенбейді да.